Бәріңе сәлем, сіздермен бірге мен Диана, менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін осындай өте дәмді, түрі өте ерекше болып шығатын әдемі кешкі асты бірге дайындайық. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ал бастайық. Барлық керекті заттар описанияда жазылған, міндетті түрде оқып шығыңыздар, және де маған тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен етімізді алып, оны жіңішке және де жұқалап етіп турап аламыз. Кейін қалауыңыз бойынша 2-3 пиязды аламыз да, оны да жақсылап тұрып жіңішке етіп турап аламыз. Және де бір қызанақ кетеді, қызанақты да кішкене көбек етіп турап алсаңыздар болады. Ал енді қазанымызға майды құйып, ең алдымен пиязымызды салып, оны жақсылап тұрып сары түс болғанша қуырып аламыз. Ал енді пиязымыз қуырылғаннан кейін етімізді саламыз. Етімізді де жақсылап тұрып қуырып аламыз. Осылай араластырып алыңыздар. Ал енді етіміз қуырылғаннан кейін дәміне қарай дәмдеуіштер қосамыз. Бұл жерде менде тұз, паприка және де өздеріңіз ұнатқан дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Және де оны жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ал енді бір ас қасықтай томат пастасын қосып, тағы да бір араластырып аламыз. Ал енді туралған қызанақтарымызды қосамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, етіміздің өзінің суы шығып жатыр. Және де тағы да бір рет араластырып аламыз. Ал енді осы етімізге 2 ас қасықтай жүгері крахмалы немесе ұн қоссаңыздар болады. Және де оны да жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ал енді осы етімізден сәл асырып, ыстық қайнаған суды құямыз. Және де отымыздың астын басып, бетін жауып, етіміз піскенше қайнатамыз. Яғни сәл орташа аз ғана отта пісірсеңіздер болады. Ал енді етіміз піскенше біз гарнирлерді дайындайық. Ең алдымен күрішімізді пісіреміз. Күрішімізді жақсылап тазалап жуып, қазанымызға сұйық май құйып, оны қыздырып, үстіне күрішімізді саламыз. Және де оны осылай жақсылап тұрып араластырамыз. Бізде көріп тұрғандарыңыздай астыңғы суы күрішке сіңуі керек. Осылай қайта-қайта араластырып 5 минуттай уақыт алады. Ал енді мен осы күріштің үстіне жүгері қосатын болдым. Оны қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Жүгеріні саламыз, және де тағы бір рет араластырып аламыз. Ал енді осы күрішіміздің үстінен қайнаған суды күріштен сәл ғана асырып құямыз. Және де дәміне қарай тұзын саламыз. Осылай қайнап, 5 минуттай қайнап, күрішіміз судың бетіне шыққанша жақсы отта қайнатамыз. Одан кейін отты басып, бетін жауып, 20 минуттай пісіріп аламыз. Өте баяу отта. Ал менде бұл жер екінші гарнир, картоптан пюре жасаймын. Соны картопты турап, суға қайнатып қойып жатырмын. Ал мынау етіміз. Піскен картопымызды алып, одан пюре жасаймыз. Картопымызға сәл сары майды қосамыз, және де сүт құямыз. Менде картопты пісіріп жатқанда алдын ала тұз қосып пісіргенмін. Сондықтан ешқандай тұз қоспаймын дәміне қарай. Егер сіз қоспасаңыз, осы моментте қоссаңыз болады. Және де осы пюре жасайтынмен картопымызды есіп аламыз. Осындай әдемі пюре шығады. Ал енді бұл тағамның ерекшелігі, біз осындай өте әдемі ерекше подачамен дастарханымызға қоямыз. Ол үшін осындай 2 ыдысты алып аламыз. Және де гарнирлерімізді саламыз. Ең алдымен пюре, одан кейін картопымызды саламыз. Және де екінші тарелканы алып, оны видеодағыдай еткендей істейміз. Осылай видеода көрсеткендей біз гарнирлерімізді аударып аламыз. Және де ақырындап ыдыстарымызды аламыз. Ал енді ортасына сәл ғана кішкене гарнирді қоссаңыздар болады, немесе қоспасаңыздар да болады. Енді ортасына жаңағы піскен етімізді құямыз.
әдемілеп тұрып. Енді әсемдік үшін кез келген көк шөпті турап қойсаңыздар болады. Міне бізде осындай ерекше подачадағы тағам шықты. Өте әдемі көрінеді, әрі тойымды, әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Көп уақытыңызды алмайды және де үйдегі бар заттардан жасалады деп айтсам болады. Міндетті түрде жасап маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Баршаларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.